1789 жыл. Франция, Париж қаласы. Нотр-Дам-де-Пари соборы алдына халық жинала бастады. Көшелер баррикадаларға толы. Үкімет әскерлері алда бір жамандықтың болатынын сезетіндей мазасыз күй кешуде. Ашуға булыққан халық биліктің өз қарсыластарын қамайтын Бастилия түрмесіне қарай аттанды. Халықтың көшеге шығуына үкімет әскерінің халыққа деген жауыздығы, ақсүйектердің халықты қинап баюы, жалпы әлеуметтік теңсіздік себеп болды. Және кімде-кім көтерілісшілерге қарсы шықса, сазайын тартады. Ашынған, қиналған халық әділетсіздік пен зұлымдықтың символына айналған Бастилия түрмесін шабуылдады. Бұл революцияны енді тоқтату мүмкін емес. Ал енді осы француз революциясының себептерін қарастырайық. Халықтың 80%-ын құраса да, Франциядағы шаруалардың жағдайы өте нашар болды. Шаруалардың көпшілігі кедей болғандықтан өз жерлері болмады. Сондықтан да шаруаларға, феодалдарға жалданып, екі жұмыс жасауға тура келді. Шаруалар арасында аштық көп кездесті. Мемлекет пен шіркеудің салған салықтары жығылғанға жұдырық болды. 18 ғасырда Францияда ағартушылық дәуірі басталды. Халық арасында адамгершілік пен теңдік идеялары тарала бастады. Сол заманның ағартушылары осы идеяларды насихаттады. Мысалға, әйгілі Жан-Жак Руссо. Сонымен қатар, Американ революциясы кезінде әскер қатарында болған француздар отанына оралғаннан кейін революция идеяларын халық арасында тарата бастады. Францияның сыртқы қарыздары жылдан жылға өсе берді. Ал Канададан айырылуы ел үшін үлкен соққы болды. Американ революциясын қаржыландырған Франция жағдайы күннен күнге нашарлай берді. Қазынаны толтыру үшін Франция королі Людовик 16 ақсүйектерге қосымша салық салды. Бірақ та ақсүйектер корольге қарсылық танытып, қазынаны толтыру шаруалардың мойнына жүктелді. Тіпті ел ішінде тауар тасуға салық салынды. Бұл экономикалық дағдарыс пен дефицитке алып келді. Людовик 16 жағдайдың қиын екенін түсініп, бас штаттарды шақырды. Бас штат 3 штаб өкілдерінен тұру керек болды. Олар ақсүйектер, дін өкілдері және қарапайым халық. Бас штаттың шақырылуы саяси өзгерістерге алып келді. Көптеген саяси партиялар құрылды. Бірінші отырыстың өзінде ақ депутаттар арасында көптеген қарама қайшылықтар анықталды. Қарапайым халық өзіне жеңілдіктер қалады. Жағдайдың ушығып кетуінен қорққан Людовик 16 жөндеу жұмыстарын сылтауратып, парламент ғимаратын жауып тастады. Бірақ та бұл депутаттарды тоқтатпады. Олар конституция енгізетіндерін жариялады. Бұған жол бермеу үшін король Парижге әскер кіргізді. Осылайша француз буржуазиялық революциясы басталды.